Астанада мектеп мұғалімі оқушыларына қырындаған, яғни 43 жастағы тарих пәнінің мұғалімі 7-ші сынып оқушыларына хат жазып, сезімін білдірген. Ал педагогтың жазған хаттарын көрген ата-аналар бірден білім ұясының басшысына арыз түсірген. Бұл оқиға Елордадағы нөмірі 32-ші мектеп гимназиясында болған. Сынақ мерзіміне алынған мұғалім WhatsApp желісі арқылы кешкі 9-дан кейін оқушыларына қырындап хат жазып жүрген. Тіпті желіде жарияланған аудио хабарламада ер адамның «сен мендік, мен сендік боламын» және «барлық мағынасында» деп айтқаны да анық естіледі. Әрі ата-аналар сезіктінің бірнеше рет қыздарын сабақтан кейін қалдырғанды нақтылаған. Сондай-ақ олар күдікке ілінген педагог мас күйінде сабақ өткен деп отыр. Бұл сұмдық жайтты білген директор бірден басы дауға қалған оқытушыны жұмыстан босатқан. Ал ашулы ата-аналар мұғалімнің жауапқа тартылғанын қалайды. Қалалық білім басқармасының дерегінше мұғалім мектепте